Мен бала кезімнен базарды өте қатты жақсы көрдім. Жемістің иісі, адамдардың дауысы, арғы-жырғы дөңгіршектер. Бірақ апам бір сөзді үнемі қайталайтын. Кешке базарға барма, ол кезде ол жер тірілерге арналмаған, деді. Мен ол сөзге ешқашан сенбеп едім, бірақ қателескен болып шықтым. Жаздың ыстық кешінде мен достарыммен қыдырып жүріп, кешкісін сол базарға кіріп кеттім. Қақпасы жартылай жабық тұрды, бірақ мен қызығып ішке кірдім. Алғашында бәрі қалыпты көрінді, бірақ әр дөңгішекке жақындаған сайын сатушылардың беті анық емес, көлеңкеге айнала берді. Менің бойымнан мұз ліп еткендей болды. Арт жағымнан сыбыр естілді, жалт қарадым, бірақ ешкім болмады. Бір бос дөңгіршектен есік сыңғыры шықты. Іштен әлдекім темір тартып жатқандай болды. Бұрыштан бір кемпірді көрдім. Арқасы бүкірейген, қолы ұзын, саусақтары тым ұзын болды. Балам, алып аласың ба? Деді ол. Мен басымды шайқадым. Кенет ол күліп жіберді. Оның аузы құлағына дейін созылып, ал тістері темір істікке айналды. Мен қаша жөнелдім. Қақпаға жетейін дегенше аяғымды біреу ұстап алды. Қарасам, базардың еденінен қолдар созылып жатыр. Апамның сөзі есіме түсті. Сыбырладым. Көзіңді жум, ештеңеге жауап берме. Қақпаға қарай, жүгір. Мен көзімді жұмып, бар күшіммен жүгірдім. Қолдар киімімді жұлқылағанымен мен тоқтамадым. Қақпадан шыққан сәтте бәрі тынышталды. Ертесіне сол жерге қайта келдім. Бәрі әдеттегідей, жеміс-жидек, адамдар, сол баяғы көрініс. Бірақ бір дөңгіршектің алдында жатқан қаптың үстінен кеше көрген әлгі кемпірдің ұзын шашы көрініп тұрды. Сол күннен кейін апамның айтқанына әрқашан сенетін болдым. Өйткені базар түнде тірілерге арналмаған.